Алтын топ арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Алтын топ арнасына қош келдіңіздер. Оның жүргізушісі мен Мақсат Манабұлы. Бүгінгі біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Ливерпуль Арне Слотты орнынан босатты. Чемпиондар лигасының финалы өтті. Чемпиондар лигасының чемпионы Парис Сен-Жермен. Килиан Мбаппе Реал Мадридтан кеткісі келеді деген рас па? Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып арнамызға жазылып қойсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Ал енді қолдап жүрген достарға алғыс айтамыз. Әдептен озбай, көп созбай бастайық. Кеттік. Манчестер Ситиде осы маусымда өзгерістер өте көп болады және бола береді де алдағы уақытта. Себебі Манчестер Ситиде бәрі ауысып жатыр. Бапкерден бастап, бапкердің Энсо Мареска болатын өздеріңіз білесіздер. Және де Энсо Мареска бірден қазіргі жазғы трансферлік терезедегі ойыншылардың аттарында атап үлгерген екен. Оның біреуі Андерсон. Элиот Андерсон, Ноттингем Форесттің жартылай қорғаушысы, осы ойыншыны алғысы келетін жеткізген. Бұл ойыншыны Энсо Мареска Ситиға келмей тұрып, Ситидің өзінің бір көздеп отырған ойыншысы болған болатын. Бұл ойыншыға талай топ клубтар қызықты және де таласта қалған Манчестер Ситимен бірге Манчестер Юнайтед. Бірақта Манчестер Юнайтед 120 миллион деген өте көп. 100 миллионға саталатын болсаңыздар, біз басқа клубтармен таласайық, көрейік, ойыншымен сөйлесейік. Егерде одан көп ақша сұрасаңыздар, біз бұл жарыстан шығамыз, басқаларға жол береміз депті Манчестер Юнайтед. Және де жалпы жарысқан күннің өзінде де Андерсон Манчестер Ситиға қосылғысы келетінін айтқан. Энсо Мареска осы жартылай қорғаныстан бастайын деген сияқты мәселені артпен алды жалғайтын жартылай қорғаныс ойын осыларға байланысты деп Энсо Мареска өзінің Челсидағы сүйікті ойыншысы, өзінің аттасы Энсо Фернандесті қатарларына қосқысы келетінін жеткізген және де осы ойыншыны алып берулерін сұраған. Челси клубымен келісімшартты созбайды. Энсо Фернандес пен Челси клубының қазір қарым-қатынасы өте нашар, сатуға тәуелді деп айтсақ та болатын шығар. Челси 140 миллион евросыз ешқайда жібермейміз Энсо Фернандесті деген екен. 140 миллион деген Манчестер Ситиға былай қарап тұрсаң ақша емес қой, негізі алуға болады. Сондықтан да Энсо Маресканың бұл екі қалауында Манчестер Сити алып беретін сияқты. Кеше ғана бәрімізді таңғалдырған жаңалық, Арне Слот ресми түрде Ливерпуль клубынан жұмыстан босатылды, кетті, орнын босатты. Жалпы Ливерпуль клубы қазір басқа бапкер іздеп жатыр. Енді оған қазір келе жатармыз. Ливерпульдан бұндай нәрсені күтпедік қой. Негізінде барлық әлемдік үлкен басылымдар, Арне Слот қалады, Арне Слотқа әлі де сенеді деген ақпараттарды ғана айтқан болатын. Аяқ асты жұмыстан шығарып жіберген екен. Бұл не масқара, бұл не бассыздық. Бірақ өте дұрыс жасады ма деп ойлайсың. Бір шетінен қазір аналитика жасап қарасаң, алдында бірінші маусымда келесі АПЛ-ды алғаны, сол Клоптың осы Ливерпульға салғаны ма деп қаласың. Клоптың қойып кеткен тактикасымен, Клоптың қойып кеткен ойыншыларымен келді де, бірден онда да бірінші маусымда келгенде басында қатты ойнады, аяқ жағында шайды ғой маусымның. Сол басында жинаған ұпайларының арқасында АПЛ-ды алып кетті. Одан кейін өзі Клоптың қалған ойыншылар емес, жаңа ойыншылар алып еді, бірден мүлдем басқарамай қалды. Енді қоштасып та үлгерген екен Арне Слот. Бәрі үшін рахмет, біз АПЛ-ды алғанымыз үшін қуаныштымын. Мен үшін бір жақсы маусымдар өтті Ливерпульда. Жанкүйерлерге рахмет, анаған рахмет, мынаған рахмет деп айтып қоштасып кеткен екен. Ендігі кезекте бұл Арне Слоттың орнына Антони Ираола келеді деп жатыр. Бормундтың бас бапкері. Бормундтың бас бапкері өте мықты. Жақсы, ешқашан тарихтарында Лига Европада ойнап көрмеген, сол деңгейге жеткізді Бормундты. Бормундтың ойынын қойып тастады. Өте жақсы. Бірақ енді Антони Ираола деген авторитет па Ливерпульдің ойыншыларына? Мысалы бір авторитет бапкер керек сияқты. Ода да мінезді ойыншылар жетеді ғой, Ливерпульда да тыңдамай қоя салатын. Сондықтан да Антони Ираола дәл осы жұмысқа қазір лайық па, лайық емес па, мен түсінбей деп отырмын. Бір өкініштісі, Хави Алонсоны жіберіп алды да бұлар. Хави Алонсоны ұстап қалу керек еді. Сәл ертерек қимылдау керек еді. Жалпы бұл Арне Слот неге кетті десеңіздер, клуб басшылықтары осы клубтың лидер, көшбасшы ойыншыларымен сөйлескен екен. Сол кезде Арне Слот жайлы пікірлерін тыңдап
таңдаған десе де, соған байланысты осындай шешім қабылдаған Арне Слотқа сенім артпайтын ойыншылар көп болған. Енді соны ертерек сөйлескен кезде Хави Алонсоны алып қалатын мүмкіндіктері бар еді. Челси сәл бірден жылдам қимылдап кетті және де Хави Алонсоны алып алды. Енді Антони Ираола деген қалай болады екен? Сіздердің ойларыңыз қалай? Жалпы негізінде бос бапкерлер бар ғой. Хави Эрнандес бар мысалы, жұмысшы жатыр күтіп. Олдың да абыройы жоқ емес, абыройы бар, жақсы жұмыс жасай алады. Және Антони Конте деген бар. Қазір Наполидан ресми түрде кетті, бос жатыр деген сияқты. Әлі де бір таңдау жасап көру керек па, немесе Антони Ираола осы Ливерпульді чемпиондыққа апаратын бапкер деп санайсыздар ма? Өздеріңіздің ойларыңызды жаза отырсаңыздар. Манчестер Юнайтедте де өзгеріс көп болады. Ол өзгерістер басталып кетті. Кімнен басталды, неден басталды? Әлбетте Майкл Керриктен басталды. Майкл Керрик қазір ресми түрде 2 жылдық келісім шарт алды. Манчестер Юнайтедті ары қарай баптайды, басқарады. Енді Майкл Керриктің баптауымен, бастауымен алғашқы трансферлерде жасалатындары белгілі. Енді Майкл Керриктің алғашқы трансфері де айтылып жатыр екен. Негізінде Майкл Керриктің өзі де бұл жерде болмау керек еді. Барлығы Майкл Керрик келген кезде айтты, бұл соңына дейін бітіреді, содан кейін бір ортан қол командаға кетеді деді. Оның бірі Бормунд деп айтқан болатын. Антони Ираола сол кезде белгілі болды, ол топ клубқа кететіні. Сол Бормундты баптайтын осы Майкл Керрик деп есептегендер көп еді. Және Манчестер Юнайтедтің өзі Луис Энрикені алып келсек па деген бір әңгімелер де шықты ғой. Луис Энрикені арманы осы Луис Энрикені алып келу деген сияқты. Бірақ енді бұлардың ешқайсысы болған жоқ. Майкл Керрик өз орнында қалды. Майкл Керрик сенімді ақтады. Майкл Керрикті жанкүйерлер жақсы көреді, футболшылар жақсы көреді, тыңдайды, сыйлайды. Одан артық не керек? Енді Майкл Керриктің ең алғашқы трансфері бұныкі де жартылай қорғаушы. Себебі Манчестер Юнайтедтен Казимиро кетіп қалды, жартылай қорғанысты реттеу керек. Бруно Фернандештің де нақты қалуы екі талай. Сондықтан осы мәселені реттегісі келеді. Майкл Керриктің Манчестер Юнайтедтің осы жаздағы ең алғашқы трансфері Аталантаның жартылай қорғаушысы Эдерсонмен болады. Бұл қорғаушының трансфері 50 миллион евроға бағаланып отыр, және де Эдерсонның өзімен жеке келісімдерге келген, Манчестер Юнайтедке келуге келісімін берген. Эдерсонға былтыр ғана Барселона, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед төртеуі таласқан болатын, бірақ былтыр ешқандай да нәтиже шықпады. Биылдыққа Манчестер Юнайтедтің қатарына осы Эдерсон қосылады деген ақпараттар бар. Манчестер Юнайтед енді толық құрамды күшейту керек негізі. Әр позицияға ойыншы алу керек. Былтыр бір ғана турнирді ойнады десек те болатын шығар, енді кубоктардан ұшып кетті. Келесі маусымда 4 турнирда қатар ойнайтын болады. Сондықтан да құрамды қатты күшейту керек Манчестер Юнайтедке. Чемпиондар лигасының финалы өтті, достар. Көптен күткен кешкі 9-да басталып, біраз уақытқа созылды. 120 минутқа созылған пенальти сериясына жалғасқан финалды көрдік. Енді негізінде жалпы жай ғана тоқтала кететін болсақ, төрешінің қателіктері болды деп санаймын, және де ол Арсеналға көмектесті. Төрешінің қателіктері ең бірінші голда Троссардтың қолына тиді доп. Ол қолын жай иығына жауып тұрған жоқ, екінші қолы допқа қарай келді. Және де ол таза қолмен шығарып жіберді десек те болатын шығар Кай Хаверцке. Кай Хаверц енді өте мықты, молодец. Бір ғана мүмкіндік болды Арсеналға, сол бір мүмкіндікті жіберген жоқ қой. Кай Хаверц әдемі гол салды. Жалпы финалда гол салатын ойыншылардың қатарынан Челсиға кезінде Челсидің тарапында жүріп Ситиға гол салып, Челсиға чемпиондар лигасын алып берген ойыншы ғой. Кай Хаверц деген әккі ойыншы, мықты ойыншы. Бір ғана мүмкіндік болды, сол мүмкіндікті пайдаланды, бірақ та мына қолға тиген жерін қараған жоқ. Енді Саканың қолын мүлдем айтпай-ақ қояйық. Букайо Сака допты тиіп, енді қолына тигенде екі қолына қатар тиіп, ана қолымен допты ұстап бүйтіп деп бастап кетсе де үндемейді ма деп ойладым мен. Екі қолына қатар таза пенальти болды, о жерде де қараған жоқ. Жарайды. Дуэні шалды, оған да қараған жоқ. Жарайды. Әйтеу Кварацхелийді көрді. Дембеле пенальтиден 11 метрлік айыпдобынан әдемі голды салды, есепті теңестірді. Бірақ енді шынымен де пенальти болмаса, Кварацхелийді шалмаса, Арсенал жеңіп кетуі мүмкін еді. Мүлдем Пари Сен-Жермен Арсеналдың қорғанысына кіре алмай кетті. Ар айналады, бер айналады, ар жүреді, бер жүреді. Оң жақ қапталдан кеп есігін тоқылдатып көреді, ашпайды ешкім. Сол жақ қапталдан келеді, есігін тоқылдатады, ашпайды ешкім. Ортадан тоқылдатады, ысқырады, жоқ, ешкім ашпайды. Қамап тастады, сол пенальтимен ғана теңестіріп кетті. Бірақ та шынымен де бұл жерде Арсенал жеңіп кететін болса, Пари Сен-Жерменге
өте обал болатын еді. Мынау статистикаға қарап-ақ айта берсеңіздер болады ғой. Өте обал болатын еді. Негізі ойынды Пари Сен-Жермен жасады, Арсеналды қысты, қылқындырды, тұншықтырып тастады ғой. Арсенал мүлдем ойын көрсеткен жоқ. Өздерінің сол келген тактикасы оларда түсінуге болады. Тактика ең мықты қорғаныс қазір әлемдегі осы Арсеналда деп жатыр. Соны пайдаланғысы келді. Бірақ та бәрібір де бір саңылау тапты. Сонымен пенальти сериясына дейін жетті ғой әйтеуір. Енді қорқынышты ойын болды. Кім қазір сақ кетсе ойын бітті-ау деп отырдық. Соңына дейін бір қызықты финал көргеніміз осы болды. Арсеналға да рахмет, Пари Сен-Жерменге де рахмет. Қай мықтысы жеңсін деп қарап отырған ойын болды. Енді пенальти сериясында Давид Раяның мықты екенін білдік. Пенальти сериясына жеткізіп алса Арсенал аладау деп ойладық. Давид Раяда ешқандай да күмән, күдік, ренжіс жоқ қақпашыға. Қақпашы өзінің міндетін атқарды. Мендештің добын мінсіз шығарып берді. Ал Сафонов болса ешқандай да допты қайтарған жоқ. Оның қайтарудың керегі де жоқ болды оған. Ойбай, мықты деген қалап алған Эбереджи Эзе қисық тепті және Габриэль аспанға тепті. Осымен екеуі пенальтиді қақпаға тебе алмай, қиыс кетіріп, кубокты да қолдан бір-ақ ұшырып жіберді. Енді Габриэль мен Эбереджи Эзеге өкпелеп жүргендер көп шығар Арсеналдың жанкүйерлерінің ішінде. Сенген қойым, сен болсаң күйсеген аузыңды ұрайын деп. Арсеналдың жанкүйерлерінде бірақ өкпеде жоқ қой. АПЛ-ды алды. Ең бастысы АПЛ-ды алды. Чемпиондар лигасында келесі маусымда да өте жақсы өнер көрсететіні белгілі. Арсенал әлі де Чемпиондар лигасын алатын клуб екені көрініп-ақ тұр негізінде. Ал менің ойыма келетін болсақ, мен өз ойымша ПСЖ алуға лайықты болды Чемпиондар лигасын бұл финалда. Және де ПСЖ алды. Былтырғы финалды да ПСЖ алған болатын. Осы жылғы өздерінің чемпиондықтарын қорғап қалды. 2 жыл қатар алды Чемпиондар лигасын. Бұндай ешкім жоқ Реал Мадридтан басқа. Реал Мадрид 3 рет қатарынан алған болатын. Және де сол рекордты бағындырғысы келеді Пари Сен-Жерменда. Пари Сен-Жерменнің барша жанкүйерлерін шын жүректен құттықтаймыз. Чемпиондар лигасында екі команданың арасына қоспай сөйлесейін дедім. Килиан Мбаппе жайлы. Килиан Мбаппе кешегі ойыннан кейін душта жылап отыр дейді ғой киіммен. Килиан Мбаппе кеткелі Пари Сен-Жерменнің бағы ашылды. Килиан Мбаппе келгелі Реал Мадридтің бағы жабылып қалды десек те болады. Бұлай бір қарғыс атқан ойыншы ма? Не болды бұл? Килиан Мбаппе келгелі бері Реал Мадрид бір жақсы достойный трофей кубок көтерген жоқ негізінде. Былай қарап тұрсаң, Килиан Мбаппе Чемпиондар лигасының осы маусымдағы бомбардирі, голын салып жатыр, ойын жүріп жатыр. Бірақ жоқ, команда түксіз қалады Килиан Мбаппе жүрсе. Бұны қалай түсіндіруге болады, мен түсінбеймін. Килиан Мбаппенің кейбір Зысан деген басылымның айтуынша осында Килиан Мбаппе Арсеналға ауысуы мүмкін, Арсеналға ауысқысы келеді деген енді бейресми ақпараттар ғой. Арсеналға ауысуы мүмкін деген ақпараттарды шығарып жатыр екен. Енді немене өзі әрең тұрып 22 жылда АПЛ-ды алып Чемпиондар лигасының финалына шығып жатқан Арсеналды барып құртпақшы ма? Бұл не істемекші өзі? Арсеналдың жанкүйерлері керек емес, жоламасын деп отқан шығар. Енді осы Килиан Мбаппе кеткелі Пари Сен-Жермен деген дүркіреді. Осы кеткелі 2 маусым болды, 2 маусым қатарынан Чемпиондар лигасын алды. Енді Килиан Мбаппеде бірақ амал қалды. Францияда жақсы ойнап, Дембелеге алтын допты алып беру үшін көмектесу керек. Бұл өз іштенге аламайды. Сол Дембеле алатын шығар, тағы да алтын допты деген ой көп. Сол Дембеле үшін барын салады еді Килиан Мбаппе, басқа амалы да жоқ. Негізі Килиан Мбаппенің мінезі ит мінез екенін көріп отырық қой. Неше түрлі басылымдардан шыққысы келмесе шықпай қалады. Эл Классиконың алдында мен жарақат алып қалдым, дұрыс өзім сезінбей тұрмын деп Эл Классикоға шықпай қала салды. Мен жанкүйерлер маған наразы болып жатыр. Мен үйдегі стадионға Сантьяго Бернабеуге шықпаймын деген шешім қабылдады. Жалпы өзі не істегісі келеді, соны істеп басқарып жүрген біреу ғой. Негізінде осы Мбаппені сол сатып Винисиусты алып қалған дұрыс па дегенде бір ойлар келеді. Енді Реал Мадридтің жанкүйерлері айтып көрсін, негізі Винисиус пайдалы ма, Килиан Мбаппе пайдалы ма? Екеуінің де жүре бергені дұрыс па? Келесі жылы бір жыртайын деп тұрма. Өздеріңіздің ойларыңызды нақты толық жаза кетіңіздер. Бүгінге осы. Назарларыңызға рахмет. Бізбен бірге болыңыздар. Арнамызға жазылып қоңырау шағына басып қоюды ұмытпаңыздар.